Міне мынау біздің ең үлкен ақсақал ұстаздарымыз. Мынау еңбектің ақсақалы Ерқалы Оразалин деген кісі. Марқұм Жұмағали бауырымыздың әкесі Майлыш деген атамыз. Келімолда атамыз. Байсары атамыз. Мынау баяғы Лабада деген кісінің әйелі. Мынау еңбектің ақсақалы Райымбай деген кісі. Мынау біздің мектепте істеген бұрынғы орыс апайлар. Мына Сұлтан атамыз біздің. Жәмбәкір атамыз. Нұғман ағамыз. Еңбектің апайы Ырыс Кереева деген апайымыз. Бұл біздің алғашқы ұстаз Қырмызы апайымыз. Еңбектің ақсақалы Жұматай Айтқұлов деген кісі. Соғыс ардагерлері. Міне Қамаш Бақтыгереева деген еңбекте істеген апайымыз. Өзіміздің Айсары ағамыз. Әлхан ағамыз біздің. Еңбектің ұстазы міне Нұрлығайым деген апайымыз Сихымбаева. Міне Күлзапран апайымыз. Қазбек ағайымыз біздің. Дәмен апайымыз біздің кітапханада істеген. Міне мен Тәжқан апам. Жәмила апайымыз біздің. Жәмбәкір ағайдың бәйбішесі. Міне біздің Владимир Сидорович Косяков. Міне Нина Степановна. Галина Ивановна. Айман Байжановна деген біздің апайымыз. Міне Сағадын ағайымыз біздің. Міне Шәки ағайымыз біздің географиядан берген. Міне неміс тілінен біздің Зияхан апайымыз. Асқар ағамыз біздің. Мынау Чайка Раиса Яковлевна. Міне химиядан сабақ берген біздің Долорес апайымыз. Никишин Иван деген кісі істеген екен. 78 жылы келген екен. Мынау біздің Айтжан ағайымыз. Мынау Сәрсеқан апайымыз. Шет тілінен берген екен. Мынау Сүнетай ағамыз біздің. Мына Темкен апайымыз біздің. Теңілікшіл өзінің шын аты жас кезі. Мынау Жорабек Абдыбаев деген ағамыз біздің Келимолда ағаның бауыры екен. Мынау Байтұрсын ағамыз біздің. Міне мына кісі біздің Күлімхан апамыз. Өзінің азан шақырып қойған аты Гүлжахан екен. Мына апайымыз біздің. Жас кеткен Қырғызбай ағамыз біздің. Міне Дәуіт атамыз біздің. Көз түрі керемет. Міне өте талантты, дарынды жұп Исағұл ағайымызбенен. Міне Мария Жакуповна апайымыз біздің. Жандары жанатта болсын. Міне Раиса Накаштаевна біздің ардагер апайымыз. Орыс мектебінде сабақ берген. Үміт апайымыз біздің.
мына тыныштык тилинчи мына биздин апайымыз орус мектебинде сабак берген. Мына кісі атақты Василий Алексеевич Грошев. Анна Никишина, жаңағы Никишиннің әйелі екеуі 78 жылы келген екен ғой біздің ауылға. Мына біздің Назым Ақылбек қызы Базар ағамыздың жолдасы үйде. Мына менің керемет ұстазымыз Кәден ағай Қадырбек Нұрбекұлы. Мына Әлекей ағай Әлімжан Берікұлы біздің үлкен ағайларымыз ғой. Міне Ораз Сәдуақасұлы тарихтан сабақ берген ағайымыз. Мына біздің сүйікті ұстазымыз Ерік ағай, жаны жанатта болсын. Так, мынау біз Айгүл деуші едік, шын аты Аймен екен. Мына Қайнолда қызы біздің апайымыз. Марқұм Гүлжан апайымыз біздің тарихтан сабақ берген. Мына еңбектің апайы Іргебаева Зинаида деген кісі екен. Ардагер ұстаз. Мына өте керемет ұстазымыз болып еді. Еркін Төстенбайұлы ағамыз біздің жас кеткен екен. 2 жыл істеген біздің ауылда ізін қалдырған Ахлима